Фильм Фрэнк Морристің Алькатрасқа ауыстырылуымен басталады. Бұл Сан-Франциско шығанағындағы елсіз аралда орналасқан қатаң режимдегі түрме. Ол жерге нағыз қылмыскерлер мен қашудың шеберлерін әкелетін. Мұнда ең қауіпті және түзелмейтін тұтқындар ұсталатындықтан бұл түрмеден қашу мүмкін емес деп есептелетін. Келген бойда Фрэнк түрмеге қабылдаудың қатаң процедурасынан, соның ішінде жеке тексеруден өтеді. Содан кейін оны өмірінің соңына дейін отыратын камерасына алып барады. Келесі күні таңертең Фрэнк асханада таңғы ас ішіп отырып, Латмуспен танысады. Ол жанында қолға үйретілген егеу құйрығы бар мейірімді қарт кісі екен. Латмус жануармен тамағын бөлісіп отырады. Сөйтіп екеуінің арасында әңгіме басталады. Алайда Фрэнк жақын жерде отырған басқа тұтқынды Вулфты байқайды. Ол ашық түрде Фрэнкті қорқытуға тырысады. Фрэнк оған мүлдем мән бермей, Латмуспен әңгімесін жалғастыра береді. Кейінірек Фрэнкті түрме бастығының кабинетіне шақырып, қатаң нұсқаулық береді. Бастық Алькатрастың қоғамдағы ең жүгенсіз қылмыскерлер жіберілетін жер екенін түсіндіріп, бұл жерден әлі ешкімнің қашып құтылмағанын қадап айтады. Ол Фрэнкке қашуға әрекеттенбеуді ескертеді. Бастық сөйлеп жатқанда Фрэнк үстел үстінен байқатпай тырнақ алғышты ұрлап алады. Бұл кішкентай, бірақ батыл қадам еді. Камерасына оралған соң, Фрэнк тырнақ алғышты киелі кітаптың Библия ішіне жасырады. Ауада күштің көптігі үлкен жауапкершілікті жүктейді деген ой тұрғанда еді. Бұл жерде күш бұлшық емес, аман қалу үшін қандай шешім қабылдайтынында болатын. Кейінірек, жалпы душта Вулф Фрэнкке жақындап, оған әдепсіз, қорлашы ишаралар жасайды. Фрэнк еш ойланбастан оның шап жағынан теуіп, аузына сабын кесегін тығып жібереді де, қарсыласын қорланған күйде қалдырады. Фрэнк жуынуды сабырмен аяқтап, өзімен ойнауға болмайтын адам ретінде беделін бекітеді. Кітапхана Фрэнк үшін тынығатын орынға айналады. Ол сол жерде кітапханашы Инглишпен танысады. Инглиш Алькатраста өмір бойы қалатынымен әлдеқашан келіскен адам еді. Ол кітаптар мен тарихқа қызығады, сөйтіп екеуі достасып кетеді. Аулада серуендеу кезінде Фрэнк суретшілік өнері бар Докпен танысады. Ол өз автопортретін салып жатқан еді. Док түрме оның тек денесін бақылай алатынын, бірақ рухын бағындыра алмайтынын айтады. Ол бұрын хризантема гүлдерін өсіргенін еске алады. Ол гүлдерден үміттің белгісін көретін. Бірақ Алькатраста үміт қауіпті нәрсе. Ол адамды не су бетінде ұстап тұрады, не арманын тас-талқан етіп қатал шындыққа соқтырады. Дог үшін оның өнері құтқарушы болды. Әзірге. Сол күні кешке күзетші Фрэнкке сағатына 15 цент төленетін ағаш ұстасы жұмысы бар екенін хабарлайды. Фрэнк келіседі, күзетші онымен ерекше жылы сөйлеседі. Бірақ көп ұзамай қиындықтар басталады. Ауладағы кезекті серуен кезінде Вулф қолында үшкір темірі, заточка, бар күйде қайтып келіп, Фрэнкке шабуыл жасайды. Алайда Дог ескертіп үлгереді. Сөйтіп Фрэнк күртесін қалқан ретінде пайдаланып қорғанады. Төбелес басталып, соңында Вулф оларды ажыратпақ болған күзетшіге тап береді. Нәтижесінде Вулфты да, өзін қорғағанына қарамастан Фрэнкті да жазалайды. Екеуін де карцерге, оқшаулау камерасына қамайды. Оқшаулаудағы 2 апталық ауыр азаптан соң Фрэнк камерасына оралады. Латмус оның көңіл күйін көтеру үшін егеу құйрығы арқылы хат жібереді. Фрэнк жаңа көршісі Чарли Батспен танысады. Ол көлік ұрлаған үшін отыр екен. Чарли штат шекарасынан өтіп кеткеніне өкінетінін айтады, өйткені сол үшін оның қылмысы федералдық деңгейге өтіп кеткен. Бұл уақытта түрме бастығы ескертусіз камераларды тексеруге шығады. Бір тұтқынның камерасына кіргенде, ол Догтың салған өзінің егжей-тегжейлі портретін көреді. Бастапқыда оған ұнағандай болады. Алайда кейін ол кек алып, күзетшілерге Догтың барлық сурет құралдарын тәркілеуді бұйырады. Дог бос кеңістікпен жеке қалады. Фрэнк қолдау көрсеткенімен Дог тұйықталып қалады. Ағаш ұстасы шеберханасындағы ауысым кезінде Дог шарасыздықтан балтамен өзінің 3 саусағын шауып тастайды. Бұл сурет салу мүмкіндігінен айырылғанына қарсы жасалған жанкешті наразылық еді. Күзетшілер дүрлігіп оған көмек көрсетуге тырысады, ал куә болған Фрэнк үнсіз бақылап тұрады. Міне, рапортқа қосыңыз. Сол түні камерасына оралған Фрэнк шұңғылшаның астындағы желдеткіш торға кіріп бара жатқан тарақанды байқайды. Қызығушылығы оянып, ол тордың қайда апаратынын тексереді.
Осы кезде English Фрэнкке келіп, түрме бастығының портретті ұнатпағаны үшін доктың сурет салу құқығын тартып алғанын айтады. Келесі тамақтану кезінде Фрэнк Джон және Кларенс Энглиндердің үстеліне отырады. Бұл ағайындыларды ол алдыңғы түрмеден білетін. Олар Алькатрастың сұрқай атмосферасын және аралды қоршаған судың қашуды мүмкін емес ететінін талқылайды. Алайда дәл осы сәтте Фрэнктің санасында бір идея пайда болады. Сол түні Фрэнк бұрын ұрлап алған тырнақ алғышты пайдаланып, желдеткіш тордың айналасындағы бетонды қаза бастайды. Ол мұны жүйелі түрде жасайды. Күзетшілер өткенде тырнақ алғышты Библияға жасырып, кітап оқып отырған сыңай танытады. Біртіндеп бетон жұқарып, оның жоспары айқындала түседі. Келесі күні далада серуендеу кезінде Чарли мен Инглишке сирек қонақтар келеді. Инглиш өзінің бойжеткен қызын көргенде сөз таба алмай қиналады. Ал Чарлидің әйелі жаман хабар жеткізеді. Оның анасы қатты ауырып жатыр және бірнеше ай ғана өмірі қалған. Бұл жаңалық Чарлиді қашу туралы ойға итермелейді. Ертесіне таңертең Фрэнк Джон мен Кларенсті жинап, үшеуі стратегия құра бастайды. Фрэнк тұзды ауа мен ылғалдылықтың кесірінен түрме инфрақұрылымы қатты шірігенін, сондықтан желдеткіш торларды біртіндеп босатып, қызметтік шахталарға өтуге болатынын болжайды. Оның құлшынысы басқаларды жігерлендіреді. Сөйтіп олар бір күні қашу үшін бірігіп жұмыс істеуге келіседі. Түнде Фрэнк ұрланған тырнақ алғышпен қабырғаны қазуды жалғастырады. Ал Чарли күзетшілер келсе ысқыру үшін аңдуға тұрады. Жұмыс жүріп жатқанымен, Фрэнк тырнақ алғышпен жұмыстың баяу жүретініне және саусақтарының қатты ауыратынына ашуланады. Ертесіне таңғы аста ол мұны тобына айтады. Олар жаңа әдіс іздеп жатқанда, Фрэнк қасығын көріп, жаңа айла ойлап табады. Ол қасықты байқатпай бәтеңкесінің табанына үйкеп ластайды да, күзетшіні шақырып, қасықтың кір екеніне шағымданады. Басқалары да түсініп, дәл солай істейді. Күзетші олардың қасықтарын ауыстырады. Сөйтіп білместікпен олардың қашу жоспарына көмектеседі. Орталықтағы үстелде Джон күзетшіні әңгімеге айналдырғанда, Фрэнк сәтті пайдаланып, артық қасықты жасырып алады. Бірақ бір құрал аздық етеді. Фрэнк латмуспен 20 үлес десертке келісіп көбірек материал алады. Ол қасықты екіге бөліп, оны тырнақ алғышпен және ұнтақталған тиынмен біріктіреді. Сіріңке жағып қыздыру арқылы ол барлық элементтерді балқытып біріктіреді. Осылайша қабырғаны тесу әлдеқайда тиімдірек болады. Сол кеште Фрэнк қабырғаны қайта үңгуге кіріседі, ал Чарли қарауда тұрады. Жаңа құрал бетонды әлдеқайда жылдам алады. Алайда жұмыс барысында күзетшілердің бірі тексеріспен келеді. Қалып кеткен Чарли оны дер кезінде ескертіп үлгермейді. Көмекке Инглиш келіп күзетшіні әңгімемен алаңдатады. Ал Чарли асығыс торды ұрып, Фрэнкке белгі береді. Фрэнк торды гармонь қорабымен жауып, еш нәрсе байқамаған күзетшімен сөйлесе бастайды. Күзетші кеткен соң Фрэнк жұмысты жалғастырады, бірақ енді Чарлиге сенімсіз серіктес ретінде қарайды. Уақыт өте келе Фрэнк тордың болттармен бекітілгенін түсінеді. Оларды алу үшін тағы бір нәрсе қажет. Келесі күні серуенде Фрэнк бетон ұнтақтарынан байқатпай құтылады. Кейінірек ағаш шеберханасында ол болттарды босату үшін ағаш сына жасайды. Шеберханадан шығарда металл іздегіштен өту керек екенін білген Фрэнк қулық жасайды. Күзетшіге басқа ағаш кесегін береді, сынаны бәтеңкесіне жасырады. Камераға оралған соң ол сынаны пайдаланып болттарды жұлып, торды алып тастайды. Оның артында бостандыққа жетелейтін құбырлар жүйесі ашылады. Бірақ Фрэнк әрі қарайғы қадамдарды ойластыру керектігін түсінеді. Ол түнгі тексеріс кезінде күзетшілерді алдау үшін папье-машеден жасанды бастар жасауды ұсынады. Команда тапсырмаларды бөліседі. Джон шаштараздан шаш жинайды, Чарли бояу табады, ал Фрэнк Инглиштің көмегімен газеттер алады. Газеттер мен журналдардан Фрэнк шығармашылыққа кіріседі. Олар қабырғадан түскен ұнтақты сумен араластырып, цементке ұқсас қоспалып, бастарды жасайды. Чарли бет әлпетті мұқият бояп, ұйықтап жатқан тұтқындарға ұқсайтындай шынайы етеді. Сенімдірек болу үшін Чарли өзі алып тастаған торға ұқсас жалған тор жасайды. Бір түні Фрэнк барлау жасауды шешеді. Желдеткіш тордың артындағы тесік арқылы өтіп, құбырлармен жоғарғы деңгейге көтеріледі, бірақ болат есікке тап болады. Ол секіріп жетпек болады, бірақ нәтиже болмайды. Осы кезде оның камерасына күзетші кіреді. Бұл өте қауіпті сәт еді. Морис. Бүкіл команда жоспарды жетілдіру керектігін түсінеді.
Келесі күні түскі аста Чарли мен Фрэнк болған жағдайды басқаларға айтады. Сәтсіздікке қарамастан, Джон мен Кларенс бастарын жасап бітіреді, топ жұмысты жалғастырады. Чарли мен Джон жолды мұқият тексеру үшін құбырларға қайта барады. Олар болат есікке жетіп, оның ауыр металл пластиналармен жабылғанын көреді. Оларды алу үшін құралдар қажет, бірақ олар әзірге жоқ. Музыкалық сабақтардың бірінде Чарли ескі желдеткішті байқап қалады, және оны қолдан жасалған бұрғыға, дрель, айналдыруға болатынын түсінеді. Ол Латмуспен келісіп, қажетті бөлшектер үшін өзінің болашақ десерттерінің барлығын береді. Желдеткішті күзеттен өткізу үшін Чарли оны музыкалық аспаптың қорабына жасырады. Сұраған кезде ол «мынаған ба» деп жауап береді. Бағына орай, мұндай батылдықтан абдырап қалған күзетші Чарлиді өткізіп жібереді. Блокқа оралған соң Фрэнк темір торларды және шатырға шығатын жолды жауып тұрған қаптаманы зерттейді. Ол бекіткішті босату үшін желдеткіштен қолдан дрель жасайды. Шу күзетшілердің назарын аударады, бірақ олар мән бермейді. Жол ашылып, қолдан жасалған салдар, плот дайын болған түні Фрэнк қашуды сейсенбі күні кешке белгілейді. Белгіленген күні түскі аста Фрэнк допты еске алу үшін үстелге хризантема қояды, бірақ түрме бастығы келіп, ережені еске салып, гүлді езіп тастайды. Латмус ашуға булығып, бастыққа тап бермек болады, бірақ кенеттен жүрегі ұстап қайтыс болады. Кейінірек түрме бастығы Фрэнктің камерасын тінтуге бұйрық береді, бірақ күдікті ештеңе таппайды. Жолы болды, бірақ енді ол Фрэнк пен Чарлидің түнге дейін сөйлесетінін естіп, оларды тезірек басқа камераларға бөлуді бұйырады. Осы уақытта карцерден Вулф шығарылады. Ол Фрэнкті пышақтамақ болады, бірақ Инглиш оны тоқтатып үлгереді. Сол түні Фрэнк, Джон, Кларенс және Чарли дәліз арқылы кездесіп, қашуды жоспарлайды. Алайда Чарли қорқыныштан есі шығып, қашуға қатыспауды шешеді де, камерасында қалады. Басқалары жалғастырады. Камерасында жалғыз қалған ол еркіндік туралы арманының сусып бара жатқанын түсініп, үнсіз жылайды. Фрэнк, Джон және Кларенс үрлемелі салды алып, шатырға шығады және прожекторлардан жасырынады. Бұл уақытта Чарли өз қорқынышымен күресіп жатады. Екідай күйден соң, ақыры қашуға қосылуға бел буып, бостандықтан бөліп тұрған болат қақпаға жетеді. Бірақ біреудің көмегінсіз ол жоғарыға шыға алмайды. Міне сол кезде ол өз мүмкіндігін жіберіп алғанын толық түсінеді. Бұл уақытта Фрэнк, Джон және Кларенс тікенек сыннан сәтті өтіп, түрме шетіне қарай беттейді. Олар шағын тоғайға сырғып өтіп, адамсыз жолдан өтеді де, жағаға жетеді. Барынша тыныш әрекет етіп, үрлемелі салды шығарып, үрлей бастайды. Ақыры сал дайын. Олар қолдан жасалған құтқару жилеттерін киіп, салға мінеді де, шығанақтың мұздай суына түседі. Әрбір ескек серпілісімен олар белгісіздікке қарай алыстап, арттарында Алькатрастың сұрқай бейнесін қалдырады. Таңертең түрмеде күзетшілер әдеттегі тексерісті бастайды. Бастық Фрэнктің камерасына кіргенде, Фрэнк әлі төсегінде ұйықтап жатқандай көрінеді. Бірақ жақындағанда тек тұлыпты, муляжды көреді. Түрмеде дүрбелең басталады. Сиреналар ұлып, күзетшілер түрме мен айналаны тінтей бастайды. Инглиш алыстан бұл қарбаласты сәл ғана жымиып бақылап тұрады. Барлық болжамдарға қарамастан, біреулер мүмкін емес деп саналған нәрсені жасады, Алькатрастан қашып шықты. Түрме бастығы аралда және жақын суларда ауқымды іздеу жұмыстарын бастайды. Катерлер мен тікұшақтар шығанақты сүзіп шығады, бірақ қашқындардың ізі табылмайды. Қалғаны су өткізбейтін плаштардың бірнеше фотосуреті және жағада жатқан жалғыз гүлі ғана. Бұл адамдар ұмтылған бостандықтың қорқынышты әрі поэтикалық белгісінде еді. Түрме қызметкерлерінің көбі қатты ағыс пен мұздай суды ескеріп, қашқындар шығанақта суға батып кетті деп санайды. Мұндай жағдайда тірі қалу мүмкін еместей көрінеді. Бірақ түрме бастығы бұған сенімді емес. Іштей ол қашқындардың құтылып кеткенін сезеді. Алайда өз беделін және Алькатрас туралы қорқынышты аңызды сақтап қалу үшін ол ресми түрде қашу сәтсіз аяқталды, қашқындар суға батып кетті деп мәлімдейді. Осылайша ол Алькатрастың қашу мүмкін емес жер екенін еске салады. Бірақ тарихта бәрі басқаша болды. Бір жылдан соң түрме бір жола жабылды. Ұзақ тергеулерге қарамастан, қашқындардың тағдыры туралы әлі күнге дейін ештеңе белгісіз. Олар шығанақта суға батып кетті ме, әлде өмірінің қалған бөлігін бостандықта өткізді ме? Бұл Американың ең ұлы ашылмаған жұмбақтарының бірі.